Байтұрсын ағамыз бізге былай деген. Мұнға тұрып таянып, талауда малың, қамауда жаның, аш көзің оянып. Ұйықтайтын бар. Өзімде ойлаған осы бесі қандай ешкім шапала құрмайды ау. Ақыры орындалды ғой. Қарайсыздар, той құтты болсын. Әбекен қайда? Әбекен той құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Анасына той жасап берген азаматқа қошамет ұрып қоймайсыздар ма? Настроение қалай? Жақсы. Қайын жердің жақсы екенін жақсы жүресің ғой. Тойда қыздар келді ма? Давай сделай прием общайық. Маэстро, жібер кеттік кәнеде. Мынау Ұлжалбас, бойда қыз осыз ба? Енді тілінен ешіне оңай Ұлжалбастың алдына кетіп қалсын? Шабала қойыңыз. Жақындасай? Жақындасай, жақындап отырым. Как тебя зовут? Жазира. Жазира. Жігітің бар ма? Мектепте жақсы оқыдың ба, Жазира? Жақсы. Қаншамен оқыдың? 4-5. Үш айтуға ұялмады, бір шапада барып көріңіздер. Құрметті хандар мен мырзалар, бұл ойынның аты сұрақ жауап. Менің сұрағым жауап білетін болсаңыздар, айтпай отырыңыздар. Айтқан адам өсекші, келісіп алайық. Бірінші сұрақ кетті. Жазира, мынау не? Әй, ойнатсың, даусың шығасы, мынау не? Бір деді, саусақ деді. Бұл тойхананың подалауы, шапада оқып. Тұз жібер болды. Келесі сұрақ, көкіняға кіресің ба? Қазанға не сыймайды? Сен ойланып тұр. Кластастары қайда Әбекен? Әбекен кластастары қайда? Еркектерден кім біледі? Қазанға не сыймайды? Қол көтеріп жауап берейікші еркектерден. Ой, молодец, көке, орныңыздан тұрғызшы. Молодец, көке. Есіміңіз кім? Ерман. Қазанға не сыймайды дедіңіз? Қошқардың басы сыймайды. Молодец, көкінеде жүретін Ерманға шапада алып қойыңыздар. Дұрыс емес, ереке қазанға қақпағы сыймайды деп бір шапада алып қойыңыздар. Жаман музыка түк жіберіп отыр. Келесі сұрақ. Қазанның орысшасы не? Қазан? Көкінеғын еркегінен сұрақ көрейік. Әзір болай. Қазанның орысшасы октябрь дегенде бір шапалап. Фотограф қайда? Фотограф бар ма? Фотограф. Болмаса камера екеуміз индийский назардай серіп кетші. Жазира маған қарашы, қолын кетші. Пияқ қолын кетші. Қазақта сөз бар ағайын. Тырнағы сол қыздардың мұрны таза болады дейді. Бір шапалап қойыңыздар. Маэстро, жібер. Жазира ұстасай. Білейсің ба? Шашаланып жүрмесін, мына қыз беймей шашып ұстайын. Шапалақ қайда? Молодец, өте күшті билейді екенсіз. Барасың ба? Рахмет. Рахмет десем, рахмет деп атыр. Барасың ба, бармайсың? Барамын. Орныңа барасың ба деп атыр. Шапалақ қойыңыздар. Құрметті ағайын, көріп тұрғандай бұл жерде қаншама приз бар. Билеп келесің, подарканы аласың, кетесің. Все. Қиын емес. Бүгін акция. Абылайхан тойында акция болып жатыр. Тегін таратылып жатыр. Әбеке, түп нағашылар келді ма? Түп нағашылар қайда? Әбеке, бір кісі билеп келсін. Жібер, маэстро.
Toyhan kafeli tuzuğun yapışı kıysalarında bilet bilet. Halal toyda. İsmin? Orunbasar. Orunbasar. Kim bolasın? Naşt. Kimning? Qanday nağası? Tut nağası ekan, çapada olib qo'yasiz. Men erkakman. So'zimga turam, bilib kelasiz, pодаркni olasiz, ketasiz, всё. Qanday men bo'lma. Tut nağasına boşamet qayda? Bunaq ne? Vaza. Qanday vaza? Please. Bilmeysin ben, komşuya salardım mı? Çok gidelim gidelim. Ardına karama. Bargan yerinde taslayıp at, sutaysın. Safhada alıp koyarız. Kayıncırt geldi mi? Erkeken kayıncırtı kayda. Baldarın nağası. Bir kısa bilet desin. Спокойно, спокойно. Улёва, Ой, есіміңіз? Айдын. Біздің Шымкент досында приезде тегін береміз. Екесінде сұрақ қоямыз. Оңай сұрақ, қиын сұрақ. Қойыңыз. Оңай, қиын. Оңай. Оңай сұрақ. Күйеуің аты кім? Нұржан. Мә! Шабада алып қойыңыз. Аты кім? Айнұр. Айнұр! Өргесей. Отыр дейінде бақым, отыр. Приз берем ма деп. Осы әулеттің байырғы құдалары бар ма? Байырғы құдалардан бір кісі. Тірек майастыра. Апа, құдағайдың аты кім? Қайсы деп қояды? Жоқ, байырғы құдалардың ішінде бір құдағайды шақырыңыз. Күләш апа бар екен бұның жерде. Күләш апам қайда? Билет келсін. О! Шыға! Сәл тез жүресіз бе, той бітіп қалады екенсіз. Рахмет. Апа, сізге сұрақ. Оңай, қиын. Оңайды. Оңай сұрақ. Рахмет, музыка. Құда деген кім? Құда деген құдаң жаңағы жекжатың, өрісің. Ой, ондай емес. Құда деген құдағайдың байы. Шабала көресіздер. Құдағи, құтты болсын. Жақсы. Рахмет. Құдағи, жақсы. Жоқ, жақсы. Рахмет. О, ең қызық жері. Осы әулеттің қыздары қайда? Қыздары бар ма? Осы әулетке қыз біздегендер бар ма? Осы әулеттің қыздарынан бір кісі. Жібер майасына. Осы 4 күнге келсе құтырады қолдылар. Бұлар 4 күнге келсе, еще бір-ақ пакет болып келеді. Тек параққа 7 пакет көтермеген кетіп баратқан болады. Сахада алып қойыңыздар, суасындағыздар. Сізге сұрақ. Рахмет. Оңай, қиын. Оңай сұрақ. Үйге жылан кіріп кетсе не болады?
Жылан кіріп кетсе, жақсыға ырымдап, ақты шаш. Қой! Жібере салады. Үйге жылан кіріп кетсе, үйде 2 жылан болады. Болып кете беріңіз. Жақсы. Бөлелер кетме. Бөле. Бүгінгі тойдың полный шығынығын төле. Бөлелер қайда? Бір сәт. Бөле мұнша білемейді екенші. Сұрақ, оңай қиын. Қай дәрігер өзінің пациентіне үйленбейді? Айтқан адам өсекші. Не бермейді? Қай дәрігер, музыка рахмет, өзінің пациентіне үйленбейді? Жынды? Жоқ. Қай дәрігер өзінің пациентіне үйленбейді? Мал дәрігері өзінің пациентіне үйленбейді. Шамалы. Жақсы. Коллектив келді ма? Коллектив келді ма беке? Коллектив қайда? Мағыр неме бөлі? Максимум ма? Бұқыл Камазай да сияқты отыр олма. Сағатын лалалалыққа түпсетін адам ұзап отыр олма. Жер маэстро! Коллективтеріңіз мықты екен, міндет қотойға бейіп шықты. Берсең бер деп, көге билеп десеңіз сәл араман жасап, бір мияқтап, бір тұрыстап, өзіңіз жіберсіз. Кәтті коллектив! Коллектив! Молодец, көке! Рахмет. Кенжебек құсап зор кетедіген аяғын сбилайды. Сізге сұрақ, оңай қиын. Өзім білем. Қандай еркек темекін тақата шекпейді? Жатмай? Жаттырсыңыз. Қандай еркек темекін тақата шекпейді? Мен шықпады ме деяды? Көке кесепсіз? Мұртта қан еркек темекін тақата шекпейді деп бір шабала алып қойыз. Қатты басы. Жешем коллективі келді ма? Жешем коллективі қайда? Көріксі! Билеме біреудің көзін шығып аласың. Рахмет. Сізге сұрақ. Өте қиын сұрақ. Әйелдер қауымы қандай тамақ жақсы көреді? Олар айтпайды бәрі, олар да білмейді. Жұмыртқа жеген жаттырсы емес. Әйелдер қауымы білмесеңіздер біліп жүріңіздер. Қандай тамақ жақсы көреді? Олар еркектің миын жақсы көреді. Шабалау көріңіздер. Келеміз. Классақтар қайда? Қайсыңызын әбеке? 83-тер қайда? Жібер маэстро! Түймен қадамаңыз. Жұма намаздан шықтыңыз ба? Қол түсіріңіз. Есіміңіз? Елемін. Сізге сұрақ. Тарихта ең үлкен бас киімді киген кім? Абылайхан? Жоқ. Тарихта ең үлкен бас киімді киген адам, ол басы дәу адам. Кеңіз, тағы бір сұрақ. Бізде хан көп болған. Осы хандардың басын қосқан қай хан? Абылайхан. Абылайхан? Енді Абылайханнан басқа адам танымайсыз ба? Тарихта мына хандардың басын кім? Брата, өзің басқарма.
Кім тиіспе оған, қойпай артына қойып қой деймін. Мынау жағаласып адаммен. Мая өзің басқарауға. Тарихта хандардың басын қосқан Абылай хан емес. Ол Дастархан деп бір шапалауы. Братан, құтты болсын, братан, анау көрсетіп қойды да просто. Сесеншігі, Абылай ханға қошемет қайда? Әбеке, әзіл көтеретін жеңшелеріңіз бар ма? Ағайындарда? Бар. Анау ағаларыңыз вообще қызғанбайтын жеңгелеріңіз бар ма? Қойшы соғатын дейтінше? Жоқ. Ақботадан жеңгеміз бар, жақсы әзілді көтереді. Қайда Ақбота жеңші? Осы десең осы ойын сені шықпашы. Сапа, гран-приз. Ойбай жайырсаңызшы. Келіңіз. Гран-приз егесі! Рахат. Мынаяқтағылар көбісі абысылар оген жетіс қапты деп бар. Шабала ұрсаңыздаршы. Гран-приз егесі. Сізге... Осындай қайдыңыздың төріне жетсімінде қайда жетсеңіз? Сол айтам ғой менде. Осы жерде тұрыңызшы. Мынаяқат. Сізге артқа қарауға болмайды. Гран-призді берейін. Қошамет қайда? Рахат. Жібер, маэстро. Гран-приз. Ол сваги пакет. Қайдаға қуаныңыз. Апа, жағаласпаң. Қайдағы пакет ағаныңызға қуаныңыз. Қазір тойдың соңында ona әйелдің бәрі пакетсіз дейді. Зато дәу пакет бар сізде. Столды сыпырып сабаластағаны Абылай хан қайным балдарының насыбай дәу болсын дейді қайтеміз. Десе, одан кейін бар ғой, мына бір пакетке ана столдағын бәрін жасаңыз каша болады десе. Мына салат, малат, ет, бөліп сабаласыз. Қошемет қайда? Десе, мынау сіздің гран-призіңіз. Қошемет ұрып қойыңыздар. Шықпайтын тықып қойған бадаргілер шығып жатыр ғой мынаяқта. Бәрекелді, әбеке, бүгінгі тойыңыз құтты болсын. Сол қуанышыңызға сонау Алматы қаласынан келгеннен кейін мына ұлдарыңызды Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атамыздың даусымен бір құттықтап бір қошемет ұрып қойыңыздар. Әбеке келе қойыңыз ортаға. Рахат. Жалпы, кетеңмен араласасың ба? Мұны түспей қалады. Баяғыда бір кісі айтқан екен, әйелінің атын естісем, аяқ қолын істемей қалады. Бұның құлағы істемей қалды ғой. Кенжеңмен араласасың ба деймін. Аты кім еді? Жалғас. Неде беркелетесің? Шақырсай? Тілінде кеме ядыр, бұның айналайын. Шағыра. Үйде кім президент? Мұнау тағы естіпей қалды. Ай, үйде кім президент? Біреуден қорқытты, дауысым шығарайын, айтсаңызшы. Мен. Шабала ұрсаңдар, сонау мен деп отыр. Десе, үйде кім президент? Абылай. Яттамасын деп отыр. Енді екеуіңізді көп қинамайын. Еркек сұрақ қояйын. Өте қиын сұрақ еркек азаматына қойылады. Оңай сұрақ десе, апа бала жақсы оқыған ба? Жақсы оқыған бес. Бір бокалмен бақылашма бірдеңе беріп тұр, сұрақ қойыңыз, жауап беріп қоймаңыз, мақұл ойнап айтамын. Енді ауыр сұрақтан бастайын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қай елдің президенті? Қазақстан. Бала десмені оқыған. Және оңай сұрақ. Ресей президенті Путиннің бажасының балсының аты кім? Білмейді, шабалағын қойыңыз. Өте ауыр сұрақ. Әбеке, сізді апам айтты оқыған деді. Сізде сол қол бар, тағы қандай қол бар? Бала десе мұнан қарасай, ойланбақ қой. Десе, оңай сұрақ. Индияда Ніл өзен бар. Ніл өзенінің ішінде екі түрлі крокодил бар. Қандай? Білмейді.
Ол екі түрлі крокодилдің біреуі еркек, екіншісі ұрғашы деп бір шамалап шынайы еш баласында өтіп отырды? Мынау тағы бір түрлі оқылды. Кім сым айтты сәбелет? Неше баласында өтіп отыр? Екеуі дейді. Аты кім? Абдулла Рамазан. Абдулла Рамазан дейді. Атының өзі бір керемет екен. Елбасының даусымен енді шын жүректен бір құттықтап берейін, бір демеп қойыңыздар. Құрметті отандастар, құрметті қазақстандықтар, егеменді елімізде Шымкент қаласында Қазығұрт микрорайонында бүгінгі Әселай салтанат сарайында кішкентай ұлдарымыз Абдулла Рамазан мен сүндет тойлары құтты болашақта таққа мініп ел басқаратын азамат болсын. Қазақ елі тек қана алға. Лайында бүгіннен бастап Қазығұрт микрорайоны өзгертіліп, Абдулла микрорайоны болсын. Сонымен қатар Шымкент қаласы өзгертіліп, Рамазан қаласы құтты болсын ағайын. Той құтты болсын. Рахмет, концерт көріп жүре беріңіздер. Сіздерге өнер көрсеткен бір Алланың құлы, қазағымның ұлы, алдарыңызда тұрған Қошан Оралхан Ермаханның ұлы ағайын. Большое спасибо.